Татулық пен бірлік қоғамның басты байлығы. Осы құндылықтарды жастардың бойына сіңіру мақсатында Қазақстан Халқы Ассамблеясының 30 жылдығына орай еліміз бойынша тәрбиелік мәні зор іс-шаралар қолға алынуда. Солардың бірі лагерде өткен танымдық кездесу. Қазіргі уақытта мұнда 45-ке жуық бала демалып жатыр. Оларға өңірімізде тұратын түрлі этностардың мәдениеті мен салт-дәстүрін таныстырылып, ұлттық ойындар арқылы достық пен татулықтың маңызы түсіндірілуде. Іс-шараны Ассамблея жастары Республикалық қоғамдық бірлестігінің облыстық өкілдігі ұйымдастырды. Жалпы іс-шараның мақсаты биыл енді біз үшін ерекше жылдардың бірі, өйткені Қазақстан Халқы Ассамблеясының 30 жыл толып жатыр. Осы орайда біздің өңірімізде тұрып жатқан этностардың әдет-ғұрпын, салт-дәстүрлерін балаларға көрсетіп, соларды дәріптеп жүреміз. Бағдарламада балалар түрлі командалық тапсырмалар орындап, көшбасшылық және коммуникациялық дағдыларын дамытуға мүмкіндік алды. Қатысушылар белсенділік танытып, қызықты ойындарға қуана қатысты. Рад, что Ассамблея жастары приехала в наш лагерь, что организовала такое мероприятие. Прям мне понравилось. Интересные вопросы задают, отвечаем на вопросы. Мы собрали карту Казахстана. Все области Казахстана мы там в карте показали. И викторина прошла. Вопросы задавали и показывали блюда. Балалар ұлттық мәдениетпен жақын танысып, салт-дәстүрдің мәнін ойын арқылы сезінді. Ұйымдастырушылар жастардың қызығушылығын арттыру үшін шараны интерактивті форматта өткізуді жөн көрген. Мы сегодня приехали в Серебряный Бор. Біз бүгін Серебряный Борға балаларды сауықтыру лагеріне келдік. Жақында бізде сабантой мерекесі өтті. Бүгін де біз лагерде демалып жатқан балаларды өзіміздің ұлттық ойындарымызбен таныстырғымыз келеді. Бағдарламада құмыраны сындыр, қаппен секіру, қаппен күрес сияқты ұлттық дәстүрлі ойындар болады. Менің ойымша балалар бұл ойындарды зор қызығушылықпен қабылдап, белсенді түрде қатысады. Бұл арқылы олар біздің солтүстік Қазақстанда әр түрлі ұлт өкілдері тату-тәтті достықта өмір сүретінін түсінеді. Біз өзге халықтардың мәдениетін құрметтеп жоғары бағалаймыз. Өнерфест жобасы жастар арасында ұлттық идеологияларды заманауи үлгіде жеткізуге бағытталған. Ұйымдастырушылар мұнда игі шаралар алдағы уақытта да жалғасын табатынын айтады. Жангелді Жамалиев, Медет Қуанышбеков, Первый Северный телеарнасы.